Келесі бізде теңіз бен мұхиттарға The Black Sea, Қара теңіз, The Pacific Ocean, Тынық мұхиты деген секілді айтқан кезде the артиклі тоже қолданылады. Келесі бізде штаттарды айтқан кезде The USA, ақш құрама штаттары, The UK, United Kingdom, The Netherlands деп осылай штаттарды айтқан кезде қолданамыз. Келесі бізде тарихи орындарға The White House, The Ақорда. Яғни White House ол бізде Америкадағы ақ үй. Онда президенттер жұмыс жасайды. Сонда президенттер жұмыс жасап, бүкіл бір мемлекеттің тарихын жаңағыдай шешетіндей. Мысалы, құжаттар қабылдап, келіссөздер жүргізгендіктен ол тарихи орындарға жатады. Мысалы, өзіміздің Қазақстандағы Ақордада президенттер жұмыс жасап, жаңағыдай тарихта қалатындай жұмыстар жасайды. Келесі бізде of деген предлог арқылы жасай аламыз. Мысалы, The Great Wall of China, яғни ұлы Қытай қорғаны. Негізі бұны да көбінесе тарихи орынға жатқызып жіберуге болады. The Temple of Heaven, яғни аспан храмы. Бұл қателеспесем Жапонияда орналасқан, бұл да тарихи орынға жатады. Келесі бізде университеттер атын айтқан кезде of предлогы арқылы қолданамыз. Ал of предлогы жүрген кезде бізде the артиклі бірге жүреді. Мысалы, The University of Bath. Не болмаса, тек қана Bath University деп артикль қолданбай-ақ айта беруге болады. Енді біз бағана бері артикльдердің қолданылу туралы ережелерін өттік. Енді артикльдер мүлдем қолданбайтын жағдайларда бар екен. Олар бізде zero articles деп аталады. Ең бірінші, көпше саналмайтын жалпы заттарға айтқан кезде. Мысалы, it offers everything that scientists could wish for. Scientists in general, not a specific group of scientists. Яғни мына жерде біз ғалымдар дегеннің алдына ешқандай артикль қоймадық. Өйткені жалпы бұл жерде біз ғалымдар деп жалпы айтып отырмыз. Мысалы, бұл жерде биология ғалымдары, химия ғалымдары, физика ғалымдары деп айтқан кезде онда алдына қоюға болатын еді. Бірақ бұл жерде жалпы ғалымдардың топтарын айтып отқандықтан ешқандай біз артикльдер қоймаймыз. Келесі бізде құрлықтарды айтқан кезде Europe, Asia, өзі әлемде 6 ғана құрлық бар, соларды жаттап алып, алдарына ешқандай the артиклінде, an артиклдерінде қоймаңыздар. Келесі бізде елдерді айтқан кезде the Қазақстан деп ешқашан айта алмаймыз. Australia деген секілді алдарында тек қана zero articles'тер тұру керек, яғни қоймаймыз. Келесі бізде округ, яғни облыс, аудандар деп қарастырсақ болады. Мичиган, Кембриджшир деген секілді. Келесі бізде қала атауларына Токио, Астана, Берлин деген секілді. Енді келесі бізде тау. Бағанағы the артиклімен шатасып қалмаңыздар, ол жерде бізде тау жотасы болды, яғни бір таудың биік нүктесі деген секілді. Ал бұл жерде кәдімгі таудың өздері. Мысалы, Эверест, Килиманджаро деген секілді. Біздің Қазақстанда да Алатау, Қаратау деген секілді таудың өзін айтқан кезде қоймаймыз ешқандай. Келесі бізде көлді айтқан кезде, мысалы Lake Superior. Енді осы жерде сіздердің кішігірім географияға деген жаңағыдай білімдеріңіз жақсырақ болу керек. Өйткені шатасып қалуларыңыз мүмкін. Бағана біз the артиклді қолданған кезде өзен деп айттық, арал деп айттық, және де теңіз бен мұхиттар деп айттық. Енді көлді кішігірім шатастырып алуларыңыз мүмкін. Бұл жерде кішігірім мынандай ассоциациямен қарастырсаңыздар болады. Мысалы, көл бізде өзен секілді ақпайды, бір орында ғана тұра береді. Сол бір орында ғана тұра бергендіктен оған еш нәрсе қолданбайды деп осылай жаттап алсаңыздар болады. Мысалы, Қазақстанда Балқаш лейк, не болмаса Зайсан лейк деген секілді көлдер бар. Олардың алдына біз ешқандай артиклдер қоймаймыз. Келесі бізде компания. Microsoft, Sony, Google, не болмаса NASA деген секілді әлемдік осындай алпауыт компаниялардың атына біз ешқандай алдына артиклдер қоймаймыз. Келесі бізде қала атындағы ғимарат, не болмаса адам атындағы ғимарат. Мысалы, бізде Астанада Назарбаев атындағы университет бар, Назарбаев атындағы аэропорт бар, және де мектептер бар, солардың алдына қоймаймыз деген секілді. Келесі бізде тамақ уақыттарына I have a lunch, the lunch деп ешқандай қоя алмаймыз. Тек қана I have lunch, I have breakfast, I have dinner деген секілді қоя аламыз. Келесі бізде кейбір предлог, яғни жұрнақтардан кейін. Мысалы, to school, не болмаса at school,
to university не болмаса at university деген секілді. Мысалы, I study at university. Мен университетте оқимын деген секілді. I study at the university деп біз қоя алмаймыз. Келесі бізде to class және де in class деген бар. Мысалы, there are 20 students in class. Яғни біздің сыныпта жалпы 20 оқушы бар деген секілді айтқан кезде in the class деп қарастыра алмаймыз. Келесі бізде in prison. Prison деген бізде түрме деп аударылады. In hospital аурухана, in bed яғни жатын орнымыз. Келесі бізде бұл жерде кішігірім ерекшелік бар, бірақ енді бұл аса қиын емес, өйткені ол өзіңіздің айтатын мысалы сөзіңіздің мағынасына қарай. Мысалы, біз егер нақты бір нәрсені айтқымыз келсе, онда the артиклінде қолдансақ та болады, қолданбасақ та болады деген секілді. Мысалы, бірінші сөйлемді қарастырайық. When I was a child, I used to walk to school. Яғни мен кішкентай кезімде мектепке барғанмын. Бірақ қазір бармаймын деген секілді. Яғни бұл жерде мектептің алдына біз ешқандай артикль қоймадық, өйткені бұл жерде біз нақты қандай мектеп екенін айтқан жоқпыз. Жалпы бір кез келген мектеп деген секілді айта салдық. Ал келесі сөйлемде біз нақты, яғни специфик тұрғыда айтып отырмыз. When I was a child, I went to the school on the other side of town. Яғни мен кішкентай кезімде мен қаланың басқа жағындағы мектепке бардым деп нақты сіз бір мектепті айтып отырсыз. Келесі бізде n артикльдерін қолданбаймыз. Мысалы, at home деп айта алмаймыз. At home, at work, to work, at night. Және де келесі бізде көлік құралдарына, мысалы, by bus, by car деген секілді. Келесі бізде on foot. Негізі foot деген алдында көбісі a артиклін қойылып жаңағыдай шатасып қалады, бірақ бұлар exceptionстер, яғни өздерінің кішкене сондай ережелері бар. On foot, яғни жаяу деген секілді мағынада қолданамыз. Осымен бізде артикльдер тақырыбы аяқталды. Егер сұрақтарыңыз болса, түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарийге жаза кетіңіздер.